шақырту. 1 жасар бала судорога деп беріп жатыр. Кеттік. Қарау барысында бала белсенді, ойнап отыр. Температурасы 36,2, сатурация 98, көрсеткіштерінің бәрі нормада. Анасының айтуынша бала жылаған, қатты жылаған, бір уақытта көгеріп, аяқ қолдары тырысып қалған, тірілдеген. Осыны судорога деп бірден жедел жәрдем бригадасын шақырған. Қарап бірден түсіндік, бұл аффективті респираторлы синдром. Балада қатты эмоционалдық күй, яғни қатты жылаған кезінде, қатты ашуланған кезінде, немесе бала құлап қалған кезінде осындай жағдай пайда болады. Аффективті респираторлы синдром. Көгеріп, дем жетпей, аяқ қол тірісіп дірілдейді. Негізінен аффективті респираторлы синдром 10 секунд пен 60 секундтың арасында болады. Бала қатты ашуланған кезінде көмейдің бұлшық еттері жалпы тарылып, жиылып қалады. Сосын бала демала алмайды, тыныс алу уақытша толықтай тоқтайды. Қайтадан балада мысалы осы біршама секундтан кейін босаңсып, нәтижесінде қайтадан демалу процесі қалпына келеді. Көгеру барлығы басылып, бала бір қалыпты ойнап жүре береді. Негізінен аффективті респираторлы синдромның толықтай емі, маманы жоқ. Эмоционалдық күйдің нәтижесінде пайда болады. Әсіресе 1,5 жасқа дейінгі балаларда көп кездесіп жатады.